Біз пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың абзалдығын айтайық деп тұрмыз. Неге? Өйткені бұдан былай біз енді қайта не істей береміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбардың атын қайта айта береміз. Енді сол айтып атқан кезде пайғамбарымыздың атын естіп отқан адам не істеу керек? Естіп отқан адам саллаллаху алейхи уассалам. Естірту шарт емес, жай ерін жыбырлатып саллаллаху алейхи уассалам деп айтып отыру керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: сараң деген дейді, менің атым аталып отырғанын естіп тұрып дейді, салауат айтпаған адам дейді. Сараң адам деген менің атымды естіп отырып салауат айтпаған кісіні не деп айтады екен? Сараң деп айтады екен. Бір нәрсе сұрап келіп тұрған кезде бермей жіберсе ше, ол сараңдық ештеңе емес дейді бұның қасында. Өйткені сараңдық бұл адамның табиғатында бар. Ал пайғамбарға салауат сәлемде сараңдық ше болмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Менің атым естілген кезде не істе дейді? Салауат сәлем айтып отыр дейді. Сондықтан баяғы сахабалардың заманында не дейді? Табиғиндардың заманында мешітте пайғамбардың аты айтылса, біз хорымызбен саллаллаху алейхи уассалам деп айтады дейді. Қазір жұмада ойбайлап уағыз пайғамбар туралы ешкім не істемейді? Салауат айтуға іші жібермей ма, ұяла ма білмеймін не. Кейбір кезде осы салауат туралы айтып жатсаң, жұманың өзінде сол нәрсені естіп отқанның өзінде не істемейді? Аузын саллаллаху алейхи уассалам деп жыбырлатуға жарамай қалып жатады адамдар. Міне осы нәрсенің алдын алу үшін енді сіздер арнайы осы сабаққа келіп жүрген адамдар болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға көп салауат сәлем есткен бойда не істе жайлап айтып отырыңыздар да, ойларыңыз бөлініп кетпейтін дәрежеде. Неге деген сұрақ қой енді? Неге? Өйткені пайғамбардың аты аталған кезде немесе пайғамбардың өзіне кім салауат айтады? Алла айтады екен, ана қараңыздар. Бәрін кімге айтып жатыр? Бізге айтып жатыр. Жалғыз ғибадат бар, Алла тағала өзінен бастайды оны. Қандай ғибадат? Пайғамбарға салауат екен. Алла тағала Құран кәрімде Ахзаб сүресінде айтты: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инналлаха деді, ана қараңыз. Инналлах, Алла тағала дейді ана. Және оның бүкіл періштелері, Алланың бүкіл періштелері пайғамбарға салауат айтудың үстінде. Яғни қазірде айтып жатыр, болашақта да айта береді, қиямет күніне дейін айта береді. Кімге? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, басқа пайғамбарларға емес, Мұхаммед пайғамбарға Алла тағала және оның бүкіл періштелері сәлем салауат айтып жатыр дейді. Ана қараңыздар. Алланың білеміз енді, Алла тағала жалғыз, бірақ періштелер ше? Періштелердің саны бар ғой, оған сан жетпейтін шығар, жер бетіндегі біздің санау құралдарымыз жетпейтін шығар. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады: жердегі Қағба сияқты көкте Бәйтул Мағмур бар дейді. Періштелердің тауаф қылатын жері бар дейді. Сол жерде бір күнде 70.000 періште не істейді? Тауаф қылады да шығып кетеді дейді. Кейін екінші күні екінші 70.000 келеді дейді. Ол ана кеткен 70.000 қайтадан не істемейді? Келмейді дейді. Ана қараңыз. Жаратылыс басталғаннан бастап қиямет күніне дейін есептей беріңіз ал. Оның бер жағында жаңбырдың тамшысын алып түсетін періште, желдің періштелері, жаңағы не бар? Қардың періштелері, адамды қорғаушы періштелер, буының қимылдататын періштелер. Кираман катибин бар, екі жақтағы жамандық жақсылық жазатын, дұрыс па? Періштелердің санын Алладан басқа ешкім білмейді, бірақ сол бүкіл періште кімге салауат айтып тұрады дейді? Ана қараңыздар. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып тұрады дейді. Көрдіңіз бе, қандай ұлы ғибадат. Барлығы болғаннан кейін енді кімге келіп жатыр? Бізге келіп жатыр Алла тағала. Ей иман келтіргендер, сендер де пайғамбарға салауат айтып дейді, және сәлем жолдап тұрыңыздар дейді. Ана. Саллаллаху алейхи деп қойып қойма дейді. Уассалам деген сөзді қос дейді. Толық қылып айт дейді. Қалай? Саллаллаху алейхи уассалам деп толық қылып айт дейді Алла тағала. Көрдіңіздер ме? Енді қараңыздар осы жердегі сырды. Алланың салауаты не ол пайғамбарға? Дұрыс па? Алла тағала салауат айтып жатыр деп жатыр, Алланың салауаты не пайғамбарға? Алланың пайғамбарға берген бүкіл нығметі қиямет күніне дейін алып қойған нығметтерінің барлығы сол салауат екен. Дұрыс па? Қандай нығмет? Бір жерде, жер бетінде пайғамбардың мұсылмандар өмірбаянын айтпайтын жер бар ма?
жер бетінде? Пайғамбардың өмірбайын айтпай бірден тәпсірге кіретін жер бар ма жер бетінде? Түсінбейсің. Пайғамбардың өмірбаянын білмей, басқа исламның ілімдерін түсінбейсің. Тәпсір керек па? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірбаянын білмейінше қай сүренің қаяқта түскенін білмейсің. Не себепті түскенін де білмейсің. Көрдіңіз бе? Бүкіл ілім неге байланады? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянына байланады. Бүкіл ілім исламдағы. Енді қараңыздар, сол адамдардың барлығын естіп тұрады пайғамбарға салауат айтып тұрады екен. Міне Алланың нығметі берген пайғамбарға дүниеде өзі өмірден өтіп кетсе де не істеді? Нығметін қалдырды Алла тағала, мәртебесін биік қылып қалдырды Алла тағала пайғамбардың. Сол бүкіл жақсылығы Алланың, біз білетіні бар, білмейтіні бар, дәрежесі көтерді. Бұл Алланың салауаты екен. Періштелердің салауаты ше? Періштелердің салауаты тынымсыз пайғамбарға тілеген истиғфарлары мен дәрежесін көтеру дұғалар екен. Ана қараңыздар. Періштелердің салауаты осы екен. Салауат ше? Біздің салауатымыз. Біз саллаллаху алейхи уассалам деп айтып жатыр. Тілге жеңіл, жақсы? Тілге жеңіл, ауыр ешқандай жоқ. Дәрет керек емес. Міндетті емес дәрет айту. Құбыла керек жоқ. Пробкада тұрсың ба? Музыка тыңдап отқанша босқа не істе? Салауат айтып отыр. Адамның салауаты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сендердің маған айтқан салауаттарың сендердің өздеріңді тазалайды дейді. Ал. Кімді тазалайды? Бізді Демек, ол айтылған салауатқа пайғамбар мұқтаж екен? Біз мұқтаж екенбіз. Алла бүкіл қайғы қасіретіңді не істейді? Сейілтіп тастайды дейді. Ана қараңыз. Ішіңде не қалмайды? Ішіңде ешқандай ауру, дерт, қайғы, қасірет, мұңаю не? Қалмайды. Адамның іші мынадай болып жатыр, астан кестен болып жатыр да. Соны реттеп беретін нәрсе не екен? Пайғамбарға салауат. Дұрыс па? Біреулер көре алмаушылықтан таңға дейін ұйықтай алмайды. Біреулер уайымнан ұйықтай алмайды. Біреулер билігінен ұйықтай алмайды. Біреулер байлығынан ұйықтай алмайды. Біреулер басқа уайымнан ұйықтай алмайды. Ұйықтатпайды мына дүние. Бірақ сол ұйықтататын нәрсе не екен адамды? Пайғамбарға айтылған салауат жүрекке не әкеледі дейді? Жүрегіңдегі қайғыңды сейілтеді дейді. Бүкіл адамның жүрегінде қайғысы бар. Дұрыс па? Кім айтады? Мен 4 құбылам теңді біреу айта ала ма? Ешкім айта алмайды. Алла бүкіл пенденің каналдарының бір каналын қысып қойған осылай. Тәкаппарланып кетпес үшін пенделер жердің бетінде. Дұрыс па? Әркімнің өзінің бір кем дүниесі бар. Оны маған айтпауыңыз мүмкін, басқа біреуге тіпті әйеліңізге айтпауыңыз, бірақ не? Ол бар. Әркім өзінің сырын өзі жақсырақ біледі. Енді сол іштегі ауруларды емдейтін нәрсе не деп жатыр? Сенің ішіңдегі қайғы, қасірет, дертіңнің бәрін салауат емдейді деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Екіншіне, Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Дүниелік айтты ма? Сендердің салауаттарың сендерді тазалайды деді ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жүрегімізді тазалады ма? Болды ғой, жүректің тазалығының арты не керек енді? Рахат, ұйқы, тыныштық, жүрегіңе Алла амандық пен тыныштық, сәкина салып қояды, дүниеде. Ақыретке ше? Алла күнәң бәрін кешіріп жібереді дейді. Ненің құрметіне? Пайғамбарға айтылған салауаттың құрметіне екен, саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ма? Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмад деген хадисінде айтады. Кімде-кім бір күнде 100 рет салауат айтатын болса, дейді. 100 рет. Тым қиын емес, я? Әр намаздан кейін 20-20-дан бөліп қойыңыз. 3-ақ минутта кетеді. 100 салауат айтады дейді. Кімде-кім 100 салауат айтса бір күнде, Алла оның ақыреттік 70 қажетін дейді. Дүниелік 30 қажетін өтейді дейді. 100 қажетін өтеп береді екен Алла. Ақыреттік ең көбін қаяққа алып қойып тұр? Ең қиын кезеңге алып қойып тұр. Яумус сақ дейді. Ең ауыр күн ол. Адамдардың қабағы түйіліп кетеді, ашылмайды адамдардың қабағы ол күні. Бір-бірінен қашып кетеді. Әке баладан, шеше қызынан, әке шешеңнен туған өзіңнің бауырың, әйел бала шағаң ешкім керек емес деп қашатын күнге 70 қажетті алып қойған. Көрдіңіздер ме? Бәрі қашып кетеді бір күні. Ол күні ешкім, пайғамбарлардың өзі қашып кетеді, сізден білесіз бе? Адам атадан бастап қашып кетеді барлығы. Кім ғана қалады? Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ғана қалады екен. Көрдіңіз бе? Сол ғана қалады, болды. Және оған айтылған нелер қалады? Салауаттар. Тіпті ғалымдар кейбір риуаяттарда айтады, әлсіз болса да айтып кетейін. Ана қыл көпір бар ғой, өтетін, дұрыс па? Көпірге иман келтірдік қой сол. Сол көпір, қыл көпір. Содан кімде-кім дүниеде салауат айтса дейді, маған айтылған салауаттар 2 қолтығынан көтеріп алды дейді. Көзді ашып жұмғанша дейді.
және біреуіне құрбандыққа шалынған малдар деп айтады. Дұрыс па? Естігенбіз ондай нәрселер. Ең ауыр күнге сол не береді екен? Пайғамбарға айтылған салауаттар өте көп көмек береді екен. Енді қараңыздар, кімде-кім сол бір салауаты, айтып жатырмын пайғамбарымыз деп саллаллаху алейхи айтып жатсыздар ғой, дұрыс па? Енді қараңыздар, кімде-кім бір салауат айтатын болса дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, Алла оған 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. Іштің істеген жоқ, сабақта отырсыз тек саллаллаху алейхи уассалам деп қойылды, болды. Алла 10 жақсылық істеді деп жазады дейді. 10 күнәсін кешіріп жібереді дейді ананың. 10 дәрежеге көтеріп тастайды дейді. Ал ойлай беріңіз, 100 рет салауат айтсаңыз кетті ғой, күнәлар да кетті, дәреже де кетті, дүние ақыретте көтеріп қояды Алла. Жақсылықтар өзімен өзі жазылып жатыр. Қандай жақсы Алланың бе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады ғой, бір күні үйінен шықты да, үйінің жанындағы баққа кіріп кетті дейді. Абдурахман ибн Ауф деген сахаба айтады, мен бір мәселе сұрайын деп келе жатыр едім дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан. Бір кезде баққа кірген көрдім де, дереу мен де артынан кірдім дейді. Кірді де пайғамбар саллаллаху не істеді? Сәждеге құлады дейді. Мен отырым дейді, күтіп, тұрады шығар деп. Тұрмайды дейді. Сонымен ойладым, мен өліп кетті ма деп ойладым дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Аяғым тәпішкімді сытырлаттым дейді. Бір кезде пайғамбар саллаллаху сәждеден тұрды да, бұл кім не? Мен ғой Алланың елшісі Абдурахман. Абдурахман не істеп жүрсің? Жай жүрсің ба? Алланың елшісі бір нәрсе сұрайын деп келе жатыр едім, мынау сәжде ұзақ болып кетті ғой, рухыңыз көтеріліп кетті ма деп ойладым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады, ей Абдурахман, баққа кірген бойымда Жабраил алейхиссалам келді маған дейді. Сөйтті де айтты, ей Мұхаммед, разы емессің бе деп айтады дейді. Разы емессің бе? Үмметіңнен кім саған бір рет салауат айтатын болса, Алла оған 10 рет рахымын төгетін болды ғой дейді. Сол сүйінші хабарды Жабраил алейхиссалам алып келген кезде мен не істедім дейді? Сәждеге құлап Аллаға рахмет айтып жатырмын дейді. Аллаға рахмет айтып жатырмын дейді. Қандай бір салауат Алла 10 рахымын төгеді, ана қараңыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған. Енді бұл көп салауат туралы хадистер деген өте көп. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадис. Қиямет күні маған жанымда отырып, ең жақын болып, мен мәжілісімде қасымда отыратын кісілер бар дейді. Кімдер? Маған ең көп салауат айтқан кісілер дейді. Дүниеде кім маған ең көп салауат айтса, қиямет күні менің жанымда отырады дейді мәжілісте. Ойбай-ау, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жанында отыру үшін қаншама пайғамбарлар сол кісінің үмметі болғысы келген ғой. Алла бізге салауат арқылы не істеймін дейді? Соны берем деп жатыр Алла тағала. Қандай рахат, бір ғалымға келіп айтады, жәннат туралы уағыз айтшы деп қоймайды екен. Бар ғой жамағатта не біртілдіңдер, не туралы айтшы деп андай. Өзің тақырып туралы. Сол ғалымға қоймайды дейді шәкірттер, ұстаз жәннат туралы уағыз айтшы, жәннат туралы уағыз айтшы деп барғымыз келіп тұр. Естігісі келіп тұрған қорғызы бірдеңе деген сияқты нәрселер ғой енді. Сонда ғалым айтты дейді, ол жерде Алланың елшісі бар дейді, артық уағыз керек па саған дейді. Болды ғой дейді. Жәннатта Алланың елшісі бар, болды, жәннат туралы уағыз керек па? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бар. Қандай рахат. Сондай Алла дәрежесін көтерген пайғамбардың қасында дүниеде салауатты толтырып, айтып, ертең қасында отырса қандай жақсы. Алла нәсіп етсін баршамызға. Тіпті айтады ғой, пайғамбар айтады, кімде-кім маған салауат айтуды тастап қоятын болса дейді, қорқынышты. Маған салауат айтуды тастап қоятын болса, жәннаттың жолынан адасып қапты дейді. Кімде-кім салауат тоқтатса, жәннаттың жолынан адасып қапты. Сондықтан жәннатқа апаратын жолдардың бірі пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттар екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, пенде қашан салауат айтып отыра береді дейді. Оның жанына періштелер келіп, ол кісіге салауат сәлем айтып тұрады дейді, истиғфар айтып тұрады дейді. Не, ол кісі тоқтатып азайтады дейді, не қойып қояды дейді. Қашанғы айта береді салауатты, ана періштелер не істей береді дейді. Анаған салауат айтып тұрады дейді, салауат айтқан кісіге истиғфар айтып салауат айтып тұрады дейді. Пенде өзі тоқтатып азайтып қояды дейді, не, мүлдем қойып тастайды дейді. Қашан қойып тастағанға дейін анау періштелер тоқтамайды дейді, ана қараңыз. Сондай ұлы ғибадат көрдіңіздер ме? Жер бетінде дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жер бетін кезіп жүретін періштелер бар, сендердің салауатыңды маған жеткізетін дейді. Сахабаларға айтып жатыр. Сендердің салауаттарын жердің бетін кезіп жүріп маған жеткізетін періштелер бар дейді.
Сахабалардың біреу сұрайды, Алланың елшісі қалай жауап бересің, шіріп кетесің ғой дейді да, мәйіт болып кетесің бе дейді. Алла пайғамбарлардың денесін жерге шіруге харам еткен дейді. Мен жауап беремін барлығының сәлеміне дейді. Пәленшенің ұлы түгенше сәлем айтып жатыр, Алланың елшісі деп, періштелер алып барады сәлемді. Ва алейкассалам ва рахматуллахи ва баракату. Пайғамбар не істейді? Жауап қайтарады. Қандай рахат. Тіпті екі періштені жаратып қойған дейді Пайғамбар хадисінде айтады. Кімде-кім маған салауат айтса, бірінші періште дейді, ғафараллаху ләка деп дұға қылып тұрады дейді. Бір салауатқа. Саллаллаху алейхи ва саллям. Жаңағы періштеге сіздің салауатыңыз жеткізіледі. Сонда ана періште не деп айтады дейді? Алла сені кешірсін деп айтады дейді, салауат айтқандығың үшін. Дүниедегі күнәңді кешірсін деген кезде екінші періште бар дейді. Ана екінші періште әмин деп айтады дейді. Сол кезде Алла тағала және оның бүкіл періштелері әмин деп айтады дейді. Мына бірінші періште кешірсін Алла сені деді ғой, екінші періште әмин деп айтады екен. Мынаған жауап беріп жатыр. Бір-бірімен бүйтіп байлап қойған. Оған Алла және оның періштелері тағы да әмин деп қосылады дейді. Болды ғой енді. Алла тағала әмин, оның періштелері әмин деген, сіз кешірілмегенде кім кешіріледі иншалла. Міне сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға айтылған салауаттардың берекет екен. Кімде-кім енді жаңа 100 салауат ауыр болып кетті ғой ұстаз, шамал аз айтпайсыз ба деп айтқан адамдар болатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады, кімде-кім таңертең таң атқан кезде 10 салауат айтып қойса, кешкісін тағы бір 10 салауат айтып қойса маған дейді, онда оған міндетті түрде менің шафағатым нәсіп етіледі дейді. Иншалла айтыла береді, әлде де мәуліт айы ғой енді бұл. Енді бұл мәуліт айында ғана салауат айтып қалған уақытта салауат айтпай деген жоқ. Бұл өмір бақи айтылу керек салауат. Өте көп қиссалар, оқиғалар көп. Біздің енді Суфиян ат-Таури деген үлкен табаға табиғин ғалым бар. Естулеріңіз бар ма? Суфиян ат-Таури деген. Сол кісі енді өзінің заманының ұлы ғалымы ғой енді ол. Сол бір күні қажылықта жүрсе, Қағбаның жанында бір кісі салауат айтып жүр дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям деп айтады дейді. Бірақ ол жерде сүннет бойынша не айтылу керек? Хамд айту керек қой Аллаға, дұрыс па? Ла илаха иллаллах, вахдаху ла шарик, тәһлил сонда айтылады ғой, сүннет бойынша келген дұғаларда. Мынау салауат айтып жүр дейді. Мына астында бір гәп бар дейді ғой енді. Бір әңгіме бар бұл жерде. Сөйтіп ана шақырып алады, таваф біткеннен не салауат сенікі? Қағбаң жанында хамд айтпайсың ба Аллаға? Десе, имам дейді, заманыңның заңғар ғұламасы болмағаныңда бұл сырды ешкімге ашпайтын едім дейді. Бірақ сен сияқты адам сұрап тұрған кезде қалай айтпаймын мен оны дейді. Біз әкеміз екеуміз келе жатқанбыз дейді, негізі жаңа неге қажылыққа. Жолда әкем қайтыс болып кетті дейді. Әкем өлген бойда беті қап-қара болып кетті дейді, жүзі. Адам өлген бойда жүзі қап-қара болып кетті. Енді бір риуаяттарда оны жаңағы өсімқорлықпен айналысқан кісі деп айтады. Сонымен ананың бетін көрген кезде бұл жақсылықтың нышаны емес деп мен жыладым дейді. Бетін жауып қойдында жылап, өксіп, басында жылап отқан кезінде жолдан шаршағанбыз, көзім ілініп кетіп дейді. Бір кезде айналам нұрланып кетті дейді. Айналам нұрланып кетті. Сөйтіп бір кісі келді дейді ғой. Келді де әкемнің бетіндегі матаны ашты да бетін сипады дейді. Қап-қара әкемнің беті нұрлана түсті дейді аяқ астынан. Сөйтті де жаңа кісі қайтадан кетіп бара жатты дейді. Бұл кім? Кімсің сен? Не істеп бара жатсың? Қалайша нұрландырдың әкем бетін? Ана сахибул Құран Мұхаммад ибн Абдилла деп айтты дейді. Мен Құранмен түскен Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, Абдулланың ұлы Мұхаммедпін деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Әкең сенің өзінің нәпсісіне зұлымдық жасаған кісі еді дейді, яғни көп күнә істеген кісі еді дейді. Бірақ маған салауат айтқандығын ешқашан тоқтатпаған еді дейді. Ұйқыдан өксіп жылап, айна жаңа нұр жоқ болып кетті дейді. Көзімді ашсам, ана матаны ашық басым, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы әкемнің беті жап-жарық болып нұрланып жатыр дейді. Шынымен де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям істеп кеткен екен, жүзін нұрландырып кеткен екен. Бұл Танбихул ғафилин деген имам Абу Лейс ас-Самарқандидің кітабында келеді бұл хабар. Міне сол пайғамбарға айтылған салауат не істейді деген адамды қандай берекет. Берекет деген ол, ой-бой, ғалымдар деген имам Ибнул Джаузи 43 пайдасын жазған. Одан өтіп кеткен ғалымдар бар. 101 деңе пайдасын жазған. Пайғамбарға айтылған салауаттың пайдасы деген ұшан теңіз. Енді сабақтың орайын сәті келіп тұрған айтып кетіп жатырмын. Енді бізде кететін үлкен бір қате бар. Бұл пайғамбарға салауатты қате айтамыз біз кейде. Дұрыс па? Енді мен ең соңғысын бастайын. Мына жерде 4-ші қатарда жазып қойдым. Біздің көбіміздің айтып жүргеніміз қандай?
Былай айтамыз бізде. Мен енді естеймін ғой, енді құлақ бар менде. Пайғамбарға деген кезде саллаллаху алейхи уассалам деп айтады біреулер. Я? Қате айтамыз да. Саллаллаху алейхи уассалам деп айтамыз. Ол салауат, қате салауат. Оны жазып қойдым. Қазақшасын жазып қойдым сіздердің айтатындарыңызды. Саллаллаху ең соңғы 4-ші қараңыздар. Алейхи уассалам деген. Бұл жерде етістік, есім барлығы быт-шыт болып кетті. Ана дұрыс салауат болмай қалды ол. Көрдіңіздер ме? Салауат дұрыс айтылу үшін мен жоғарыдағы үшеуін келтіріп қойдым. Қайсы бірін айтсаңыз да салауат. Бірінші саллаллаху алейхи алейхи уассалам. Уассалам емес. Уассалам. Саллаллаху алейхи уассалам. Көрдіңіздер ме? Салла деген етістік, сәллам деген етістік. Екеуі етістік бірдей болу керек. Ана қазақшасын жазып қойдым. Саллаллаху алейхи уассалам. Уассалам емес. Түсінікті ғой, екінші салауаттың түрін жаздым. Алейхи салату уассалам. Ол да дұрыс. Қазақшасы алейхи салату уассалам. Бұл дұрыс. Үшіншісі салаватуллахи уассаламуху алейх. Бұл да айтылады халықтың арасында, олай да салават айтатын адамдар бар. Қазақшасын жазып қойдым. Салаватуллахи уассаламуху алейхи деген. Осы үшеуінің қайсысын айтсаңыздар да дұрыс, 4-ші дұрыс емес. X деп қойдым ана жерде. Қателеріңізді біліп жатсыздар ғой, қай жерде кетіп жатқан, соны мен де біліп, бұдан бұлай дұрыс салауат айтсын деп жазып қойдым. Енді иншалла не істейміз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға дұрыс салауат айтып үйренеміз.